Егер сізде үнемі ақшаңыз көп болғанын қалайтын болсаңыз, осы үш техниканы естен шығармаңыз. Біріншісі, әрине, ақша деген өте көп. Өйткені оны күнделікті станоктан шығарып жатыр. Алланың беретін ризығы ол таусылмайды. Сізге берген үстіне бере береді, егер сіз оны қалайтын болсаңыз. Дұрыс, өзіңізге рұқсат беріңіз, және жоқ деп есептесеңіз, әрине ол жоқ болып болады өміріңізде. Ал сіз ақшаның көп екеніне сенсеңіз, ақша жан-жақтан түсе береді ол. Ал екіншісі, ол сол тауып жатқан табысыңыздан шамасын садақаға, зекетін беріп тұру. Оны діни басқармасының мамандарынан сұрап алсаңыз болады, қанша процент беру керек екенін. Үшіншісі, Құдайдың беріп жатқан ризығына шүкіршілік жасау. Сіз үнемі қанағатшыл шүкіршілік жасайтын болсаңыз, беріп жатқан ризығына, сізде, былай айтқанда орыстар благодарность деп айтып жатады ғой, сіз разылығыңызды білдіріп жатсыз да, беріп жатқан, шүкір етіп жатсыз. Сол кезде сізде ақша таусыла қою мүмкін емес. Ал басқа да пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін өзіңізге сақтап қойыңыз.